Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз Алматы қаласында мына жерде Мұхаббат деген бір қарындасымыз бар, 5 баласы бар. Сол 5 баланың ең үлкені 14-те, кішкентай 1,5-да. Осы үлкені 14-тегі және 1,5-дағы балалары екеуі де эпилепсик. Алла сақтасын. Әке-шешесі де бар екен, ағасы бар екен, әке-шешесі де, ағасы да инвалид екен. Ағасының көзі дұрыс көрмейді. Соның жалпы өте қиын жағдайда отырған отбасы, осыларға барып көмегін берейік иншалла. Жүріңіздер. Бисмилlah. Мұхаббат, кіре берсек бола ма? Бисмилlah. Қай жігішесі аяқ? Ассалаумағалейкум. Ой, кішкентай. Ұл ма, қыз ба? Қыз ба? Қалайсыздар? Ей, ассалаумағалейкум. Осы қыз ба ауыратын, Осы қыз үлкен ауырады. Бұл қай кезінен бастап эпилепсик? Бұл 2,5 айында судорога беріп Содан талма болды ма? Қайта. Үлкені ше? Бұл еще жүре алмайды ДЦП. Үлкен осы майда басталды. Мына бала ДЦП ма? Иә, жүре алмайды. Гидросефалия деді, бірақ одан айығып келе жатыр дейді, буындары ұстамайды. Қалған балалар жақсы? Қалғандар жақсы, иә, садикта. Мына аядай жерде 5 баламен тұрасыз ба? Иә. Аты кім мына кішкентай? Мәриям. Мәриям, жаным Мәриям. Машалла. Алла шипа берсін саған балапанчик. Енді осы айдың аяғында больницаға жатамыз, тағы да реабилитацияға. Осы баламен ба? Аха. Үлкен бала 14. Үлкен екеуімен де. Уже мынаны группаға шығарамыз деді. ДЦП эпилепсиямен. Неше рет эпилепсия ұстайды үлкенде? Үлкен жүріп ұстайды. Ол білмеймін қай моментте ұстап қалатын ше. Иә, аяғасы. Жүріп ұстап қалады. Мынау ұйықтап жатқанда пневмония болып ауырған кезінде. Температура болған. Иә, температура берді. Температура бермесе де былай ашуланса, сразу бит дірілдеп ауырып не істеп қалады. Алла жеңілдігін берсін. Амин. Қадия қорына қайырымдылыққа салып жатырған, әрбір үлес қосып жатырған әрбір жандарға рахмет, Алла разы болсын, Алладан еселеп қайтсын. Қатты қуаныштымын, рахмет.